Сіздерме, құрметті оқушылар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен осындай бір логарифмнің теңдеуіне байланысты күрделі есеп шығаратын боламыз. Ал бастап көрейік. Бізде x-тің дәрежесінде логарифм тұр, ол тең 16x-ке. Енді оқушылар қараңыздар, бізде мынандай бір әдіс бар, керемет бір әдіс бар. Мына дәрежесінде қазір логарифм тұратын болса, оны бірдеңе қылып қазір алдына түсіру керек. Енді мен екі жаққа да, оң жаққа да, сол жаққа да лог 3-ті енгізсем бола ма? Яғни лог 3 негіздегі x-тің логарифм 3 негіздегі түбірасты x дәрежесі ол тең болады. Оң жаққа да лог 3-ті енгізетін болсам, логарифм 3 негіздегі 16x болады екен. Яғни не істедім мен оқушылар? Екі жаққа да лог 3-ті енгіздім. Так, бұдан не істей аламын оқушылар? Бұдан не істей аламын? Енді мына логарифмнің қасиеті бойынша дәрежесі алдына түседі дейтін бар еді ғой, мына дәрежесі. Сонда лог 3 негіздегі түбірасты x-ің алдына түсетін болса, и көбейтіледі мына лог 3 негізде x-тің өзіне. Логарифм 3 негіздегі x ол тең болады логарифм 3 негіздегі 16x-ке. Так, енді мынау түбірасты x деп отқаның ол x-тің 2-ден 1 дәрежесі ғой. Сонда логарифм 3 негіздегі x-тің 2-ден 1 дәрежесі көбейтілген логарифм 3 негіздегі x ол тең болады. Енді мынау қараңыздар оқушылар, 16 мен x көбейтіліп тұр бір-біріне. Демек оны қосу қылып жазсам бола ма? Мына ереже ғой. Мысалы бүйтіп айтсам, логарифм a негіздегі b көбейтілген s болатын болса, мен бұны жеке-жеке лог a негіздегі b плюс лог a негіздегі s деп алам деген сияқты ғой. Мына қосатын болсаң, анау аргументтегі b мен s бір-біріне көбейтіліп кетеді да, бір логарифмге айналып кетеді. Так, сонда логарифм 3 негіздегі 16 қосылған логарифм 3 негіздегі x. Так, енді мынау тағы да бағанағы логарифмнің ережесі бойынша мына дәреже 2-ден 1 алдына бит түсіп кетеді. Сонда 2-ден 1 көбейтілген лог 3 негіздегі x қап қояды. Оны көбейтесің мына лог 2-ші лог 3 негізде x-ке. Так, бұл тең болады. Мына оң жағын өзін жазып қойсалам. Логарифм 3 негіздегі 16 қосылған логарифм 3 негіздегі x екен. Енді оқушылар, мына лог 3 негізде x пен жалпы лог 3 негізде x-ті оқушылар бір жаңа айнымалы енгізіп көрейін. a деп, иә? Сонда лог 3 негіздегі x-ің a болатын болса, 2-ден 1 көбейтілген мынау a көбейтілген a, ол бізде a квадрат болады. 2-ден 1 a квадрат, ол тең болады мынау оң жақтағы лог 3 негіздегі 16 қосылған x. Лог 3 негізде x ол a, бізде жаңа айнымалы, иә, бағанағы. Енді мұның барлығын сол жаққа жіберетін болсам, кәдімгі теңдеу қылып. Демек 2-ден 1 a квадрат, мына плюс a дегенің ол сол жаққа қарай минус a болып барады. Азайтылған логарифм 3 негіздегі 16 ол тең болады 0-ге. Енді оқушылар, мынау бізде квадрат теңдеу келіп тұр ма? ax квадрат қосылған bx қосу s тең 0 деген сияқты болып тұр ғой. Демек енді оның дискриминантын тауып алайын. d тең b квадрат азайтылған 4асы ғой. Так, ол менде тең болады. b квадрат деген аның алды коэффициент менде как минус 1 болып тұр. Оның квадраты 1 азайтылған 4. a деп отқаның ол 2-ден 1. s деп отқаның мынау минус лог 3 негіздегі 16. Сонда мынау плюс болып кетеді бізде. Логарифм 3 негіздегі 16. Так, бұл бізде дискриминант, ә? Сонда ол тең болады 1 қосылған, мына 4 пен 2-ні қысқартатын болсақ, 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16. Так, енді ары қарай не істесем болады оқушылар? Бұл дискриминанттың мәні ғой. Енді менде кәдімгі түбірдің мәнін табу керек. Демек, a тең болады, a1 a2 тең болады. Минус b плюс минус түбірасты дискриминант бөлінген 2a ғой формуласы. Ол деп отқаның 1 плюс минус түбірасты дискриминант деген ол түбірастында мынау дискриминанттың 1 қосылған 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16 бөлінген 2a. Ол 2 көбейтілген a. Міне a деп отқаның мынау ғой, коэффициентші. Сонда бұл бізде тең болады. Бұдан қазір оқушылар екі жағдай шығады. Бірінші жағдайың мынау плюс болады, екінші жағдай минус болады. Сонда a-ның бірінші мәні a тең болады 1 қосылған түбірастында 1 қосу 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16. Ал a-ның екіншісі тең болады 1 азайтылған түбірастында 1 азайтылған қосылған 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16. Енді оқушылар, бұл a-ның мәні ғой. Ал менде басында a деп кімді алдым? Лог 3 негізде x алдым. Демек, бірінші менде a ол лог 3 негізде x-ің тең болды жаңа. Бірінші мәні қандай болды a-ның? 1 плюс, иә? 1 плюс
түп астында 1 қосылған 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16. Сәл қорқыншылау оқушылар есебі. Сәл қорқыншылау келеді. Так, енді келесі екінші аның мәні қандай болды? Екінші аның мәні лог 3 негіздегі x-ің тең. Ол мынау болды екінші аның мәні. 1 минус түп астында 1 қосылған 2 лог 3 негіздегі 16. Енді оқушылар бұла әлі лог 3 негізі x қой. Маған x-ті тауып, түбірлерін тауып, оның көбейтіндісін табу керек екен ғой. Сонда x-тің мәні. Енді мынау x-ің тең болады. 3-тің 1 плюс түп асты дәрежесі ма? 3-тің 1 қосылған түп астында 1 плюс 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16 дәрежесі. Так, болды. Бірінші түбірің шықты менде. Ал екінші түбір x-ің тең. Мына 3-тің 1 минус дәрежесі, ол 3-тің 1 азайтылған түбір астында 1 плюс 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16 дәрежесі. Мына екінші жауабы бізде x-ің 0 болады екен. Енді бізде түбірлердің көбейтіндісін сұрап тұр оқушылар. Демек, бірінші түбірің 3-тің 1 плюс түбір астында 1 қосылған 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16 дәрежесі мына бірінші түбірің. Ал оны көбейтесің екінші түбірің 3-тің 1 минус түбір астында 1 азайтылған 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16 дәрежесі. Енді бұл оқушылар түбірлердің көбейтіндісі осындай екен. Демек, бізде көбейтіліп тұрса, мысалы, аның m дәрежесі көбейтілген аның n дәрежесі болса, дәрежелер қосады, аның m плюс n дәрежесі болады. Демек, 3-тің мынандай дәрежесіне көбейтесің, 3-тің екінші бір дәрежесі ол дәрежелер қосады, 3-тің 1 плюс түп астында 1 қосылған 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16 дәрежесі. Қосасың 1 минус түп астында 1 қосылған 2 көбейтілген лог 3 негіздегі 16 дәрежесі. Енді мына минус түбір мен мына плюс түбір қысқаратын болса, сонда бізде 3-тің 1 плюс 1 дәрежесі, ал ол бізде 3-тің 2 дәрежесі, ал ол бізде 9-ға тең болады екен. Сонда біздің есептің жауабы 9 болады екен. Мына осындай бір с деңгейінің күшті есебі оқушылар логарифмге байланысты. Яғни ана нәрсені білу керек, екі жаққа да логты енгізу дейтін әдісті білу керек оқушылар. Есеп ұнаған болса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше оқушылар аман сау болыңыздар.